Сәлем, осы сабаққа қош келдіңіз. Өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Асель болады. Мен дипломированный психологпын. Осы салада жүргеніме 4 жылдан астам уақыт болды. Бүгінгі күнге дейін 400-ден астам әйелмен 1500 сағаттан астам жеке терапия өткіздім. Қысқаша саған өзімнің психология дипломды көрсетіп өтейін, чтобы қазіргі күнде енді дипломыңыз бар ма деген сөзді көп сұрайды ғой. Міне мына жерде қарасаңыздар, 1500 академиялық сабақ білім алғанмын. Асель Қажымұқановна деген психология жайлы осындай дипломым бар. Бүгін қазір сіздерге не туралы айтқым келіп отыр. Осы видеоның ішінде неге бізде адамдарда энергия жоқ болады? Неге бәрін кейінге шегере береміз? Неге стресстің ішінде жүреміз? Неге басқалардың границасына, басқаларды өзіміздің границамызға өткіземіз? Неге жоқ деген сөзді айта алмаймыз? Осы туралы сіздерге қысқаша жеткізіп өткім келеді. Қараңыздар, біріншіден, неге біздің энергиямыз жоқ? Өйткені біздің энергиямыз бәрін біз энергиямыздың көбісін бүйтіп айтады адамдар, мен энергиямды қалай көбейтсем болады? Бізге энергияны көбейтіп керек емес, Алла тағала бізге энергияны күнделікті беріп отыр. Бірақ біз өкінішке орай сол энергиямызды өзіміз біріншіден өте көп негативті ойларды ойлай бергеннен, біз күнделікті, например, болашақ жайлы ойлаймыз, баламыз жайлы ойлаймыз, күйеуіміз кетіп қалам екен, баламызға бірдемке болып қалам екен, мына кредитімді төлей алмай қалам екен, үйімді алып алады екен, әртүрлі негативті ойлаймыз. Немесе бір іс бастағымыз келеді, бірақ та соны вдруг ол болмай қалса, вдруг ол жүрмей қалса, вдруг мен содан кейін товарларымды өткізе алмай қалсам деген сияқты өте көп болашақ туралы бір негативті ойлаудың өзі кәдімгідей энергияны жеп қояды. Екінші, энергияны бізде не жейді? Әрине, бұл өздеріңіздің қолдарыңызда ұстап жүрген телефондарыңыздан түспеулеріңіз, күні кешке дейін тиктокта отыруларыңыз, инстаграмда отыруларыңыз, өзіңізге қызықсыз адамдардың өмірімен айналысу. Ал енді қараңыздар, осы жерде неге біз өзімізге қызықсыз адамдардың өмірімен айналысамыз, неге біреуді қарап отырамыз? Өйткені біз өзіміздің ішімізде пустота бар, біз соны толықтырғымыз келеді. Ал неге бізде пустота бар? Потому что біз өзіміздің қалауымызды жасау үшін әрекет етуге қорқамыз. Әрекеттің артында неден қорқамыз? Қателік жіберуден қорқамыз. Әрекеттің артында дұрыс жасай алмай қалсам, ал дұрыс жасай алмай қалатын болсам, маған не болады? Маған елдер күледі, немесе менің өзімнің ішімде бір критик отырады. Бірдеменді дұрыс жасай алмай қалсам, қолымнан келмейтін болатын болса, одан кейін мен өз-өзімді критиковать етемін. Өйткені кішкентай кезімде мені туған туысым, жақындарым, әке-шешем критиковать етті. Бүгінгі күнде маған ешкім керек жоқ. Өзімнің аяғымды өзім шалатын адаммын. Сондықтан мен осы критикадан қорқамын, қателік жіберуден қорқамын. Сондықтан әрекетке көшпей отырғандықтан басқа біреудің өмірімен көп алысамын. Тағы да энергияны не алады бізде? Өкпе туралы айттық, көр алмаушылық алады. Көр алмаушылық не үшін болады? Көр алмаушылық немесе басқа біреумен салыстыру деп айтайық. Екеу бір-біріне өте жақын. Біз кімді көре алмаймыз? Біз өзіміздің ішімізде армандап, біз сондай болғымыз келген адам, біз қалағанымызды алған адамды көрген кезде көре алмаймыз. Ал біз неге оны көре алмаймыз? Өйткені біз өзімізді өзіміз көп құнсыздандырамыз. Мен толыққанды емеспін, мен лайықты емеспін, менің қолымнан келмейді деген сияқты қорқыныштардың ішінде жүреміз. Мен өзімді қабылдай алмаймын. Сондықтан біз ең бірінші, осы өкпеден, көре алмаушылықтан, негативтан түбінде қарайтын болсақ, мен өзімді толыққанды қабылдауым бұл маңызды. Екінші, мен өзімнің өкпемнің артында не тұр? Мен кішкентай бала позициясында, мен өте көп должен, маған міндетті, елдер мен сияқты болу керек деген сияқты. Мына жерде неше түрлі негативті өзіміздің бір ойларымыз бар. Сол ойларымыз бізді алдыға жылжуға бөгет жасайды. Осы өкпенің ішінде отыруымыздың себебі де сол негативті ойларымыз. Сондықтан біреу жайлы, өмір жайлы негативті ойларымызды, мына жердегі неше түрлі программаларымызды табу бұл маңызды. Ары қарай айтатынымыз, неге мен бәрін кейінге шегере беремін? Мысалы, бір іс бастағым келеді, немесе спортты бастағым келеді, кітапты бастағым келеді. Бұған да келетін болсақ, бұның да артында тұрған, мен вдруг дұрыс жасай алмай қалам. Вдруг мен ойлағандай нәтиже бере алмаймын. Егер мен ойлағандай нәтиже бере алмайтын болсам, не болады? Ойлағандай нәтиже бере алмайтын болса, мен өзімді
қателік деп сезінемін. Мен өзімді дұрыс емес адам деп сезінемін. Яғни менің бүткіл самооценкам сырттағы бір бағалаулардан ғана тұрса, мысалы, мына істі жасай алмадым, сондықтан мен жаманмын. Мына адам мені жамандады, значит мен жаманмын деген сияқты, или мына банкрот болдым, значит мен жаманмын деген сияқты ойдың ішінде жүретін болсақ, онда біз әрекет етуден қорқамыз. Өйткені каждый әрекеттің артында провал тұрады. Ал біздің ішіміздегі критик, ол бір жағынан қараңыздаршы, біз күшті болғымыз келеді, бірақ ішіміздегі критиктен қорққанымыздан біз әрекетке көшпей отырамыз. Сондықтан ол критикті жабу үшін, ол критиктен арылу үшін біз не істеуіміз керек? Біз толыққанды болуды үйренуіміз керек. Өзімізді толыққанды қабылдауды үйренуіміз керек. Ал толыққанды қабылдау үшін артында маған жаман болуға болмайды дегенмен жұмыс істеуіміз керек. Ұят сезіммен жұмыс істеу керек. Өзіміздің жаңағы перфекционизммен жұмыс істеу керек. Яғни идеальностьта жүре беретін болсақ, бізде өте көп критик бар. Мысалы, өте көп критиктағы адамдарда прокрастинация, жаңағы кейінге шегеру деген бар. Неге? Өйткені ол бір әрекет болған кезде оның артында всегда провал да тұру мүмкін, всегда бір қателік жіберу де тұру мүмкін. Ал соған толерантность жоқ деп айтамыз, сол қателікке қабылдай алмаған адамдар өзін-өзі жеп қоя жаздайды, сондықтан лучше әрекет етпей отыра берейін дейді. Енді сіздерге неге адамдар мені басынады, неге мен шекарамды қорғай алмаймын, неге жоқ деген сөзді айта алмаймын, неге ортада сөйлей алмаймын, проявляция ете алмаймын. Мысалы, қазір біреу тиктокқа шыққысы келеді, видеоға түскісі келеді, бір іс жасағысы келеді, стримда сатқысы келеді, бірақ та соның бәрін жасай алмайды. Артында не тұр? Егер мен қазір біреудің алдында қателік жіберіп қоятын болсам, мен өзімді жеп қоямын. Егер біреу маған қазір хейт айтатын болса, онда мен өзімді жаңағы жақсы қабылдай алмаймын, дұрыс деп қабылдай алмаймын. Егер мен қазір жоқ деген сөзді айтатын болсам, адамдар мені ұнатпауы мүмкін. Мен біреудің көзінде жаман болып қалудан қорқамын. Көрдіңіздер ма? Біздің бүткіл не айтып жатсақ та, бәрінің артында біздің өзіміздің бір мына миымыздағы программаларымыз тұр. Пока ол программалармен қыздар жұмыс істемегенше, қараңыздар, қарым-қатынаста, саудада, білмем жаңағы ортаға шығуда, біреудің жанында проявляция етуде, шекараңды қоюда, бәрінде проблема болады. Сондықтан біз ең бірінші астында немен жұмыс істеуіміз керек? Бірінші өзіміз сыртқа бағалы болмай, сыртқа жаңағы қарап өзімізді бағаламай, іштей өзімізді толыққанды қабылдауды үйренуіміз керек. Оның ішінде ұят сезіммен жұмыс істеу, оның ішінде маған жаман болуға болмайды мен жұмыс істеу, оның ішінде өзіңнің бүткіл сторона бар адамда. Мысалы, менің курсымда мен сіздерге сол стороналар туралы айтамын. Сол бүткіл сторонамызды қабылдауды үйрену. Одан кейін, екінші менің мына өзімнің условный өзіме қойған махаббатымды, егер мен мынаны жасай алмасам, егер мен жоқ деп айтсам, біреудің көзінде жаман болсам, значит маған болды, мен жаманмын, маған соны жаман болмау үшін осыларды жасамауым керек деген сияқты өзіміздің қандай миымызда қандай условный махаббат бар, солардың бәрін тауып, солардың бәрін проработка жасауымыз керек. Одан кейін, алдыға жылжи алмай отыруымыздың артында не тұр? Қандай негативті ой бізді алдыға жылжытпай тұр. Мысалы, бизнес бастағым келеді, бірақ та оны бастайтын болсам, банкрот болудан қорқам, дұрыс товар сатпаудан қорқам, Инстаграм жүргізгім келеді, бірақ та дұрыс жүргізбеуден қорқам деген сияқты әртүрлі қорқыныш үрейлерді проработка жасауымыз керек. Біз күнделікті мысалы айтамыз, неге менің көңілім жоқ, мен неге тревожныйым да, оның артының барлығында сендердің жылдар бойы жиналған бір программаларың, күнделікті өздерің байқамаған негативті ойлар тұрады. Ол ойларды көре білу, біз бүткіл негативті алып тастап позитивно өмір сүре алмаймыз. Бірақ біздің жұмысымыз всегда осы негативті көру, соның моментінде проработка жасауды білу. Біздің ең маңыздысы осы. Осы жерде, например, отношения туралы, қарым-қатынас туралы айтқым келеді. Біз неге біреуден внимание күтіп тұрамыз? Неге маған күйеуім гүл бермеді? Неге маған анау-ананы жасамады? Неге маған мынау артымнан өсек айтты? Мынау маған бетімен ала көзімен қарап қойды? Деген сияқтың ішінде жүреміз. Потому что оның артын бәрінде біз өзімізді іштей жақсы көре алмаймыз, іштей толыққанды қабылдай алмаймыз. Сондықтан сырттағы адамдардың сөздері арқылы ғана қабылдаймыз. Неге біз іштей қабылдай алмаймыз? Өйткені біз өзімізді көп критиковать етеміз.
кішкентай кезден қалып қалған миымыздағы неше түрлі фильмдер бар, иә. Сондықтан біз осы миымыздағы неше түрлі фильмдерді тауып, қай жерде біз өзімізді не үшін критиковать ететінімізді көріп, өзімізді толыққанды қабылдап, содан кейін ғана уже біз адамдарға өз границамызды қоюды үйренетін боламыз, өзіміздің ойымызды айтуды, жаңағы сатудан ұялмауды, я отказ алудан ұялмауды, ортада сөйлеуді, тост айтуды ұялмауды деген сияқты, я. Осының бәрін үйренеміз. Мысалы, кейбіреу айтады, мен күйеуімнің алдында жаңағы өзім ойымды айта алмаймын, өзімнің елдерге өз ойымды айта алмаймын, оның артында тағы да не тұру мүмкін. Егер қазір мен өз ойымды айтатын болсам, олар менен бұрылып кетеді. Ал мен оларсыз өмір сүре алмаймын. Мен жалғыздықта өмір сүре алмаймын. Вдруг мен ренжіп қалып, содан кейін біз бір күні ажырасып кететін болсақ, одан кейін маған ата-анам сөйлейді, немесе балаларым әкесіз қалады, бір негативті ойлар сол сияқты, немесе мен қазір ажырасып кетсем, картиген кезде жалғыз қалып қалам, көрдіңіздер ме, қаншама негативті ойлар жатады. Пока осы негативті ойлардың бәріменен жұмыс істеуді үйренбегенше, түбінен прям бар ғой, біз мынандай жіліктеп тұрып ана тестаны бүйтіп соқ кеседі ғой, сол сияқты ана кеспеге кескендей бүткіл негативтардың түбін тауып, ал оны табудың өзінің бір техникалары бар, қыздар. Мен мысалы 5 жылдық психолог болып жүргенімнен көбінесе мысалы кәдімгідей доказанный когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапиядағы, вообще психоанализдағы техникаларды қолданам. Осы күнге дейін 400-ден астам әйелге жеке терапия өткіздім. Менің марафондарымда мысалы 3000-нан астам курс марафонының барлығын 3000-нан астам тегін, жаңағы платный барлығын қосқанда 3000-нан астам адам өтті, я. Сондықтан мен олардың барлығына осы пайдалы, кәдімгідей доказанный, зерттелген техникаларды жаңағы қолданам. И сіздерге де айтам, осы негативті ойлармен жұмыс істеу просто бір қағазға жазып отыру емес, бұл бұлай емес деп білмеймін, 1000 рет жазуда емес мәселе. А кәдімгідей техникалар бар өзінің. Когнитивно-поведенческая терапияда психоанализді қосу арқылы да, Карл Густав Юнгтың техникаларын қосу арқылы біз кәдімгідей солардың бәріменен жұмыс істеу арқылы өзіміздің ішкі тірегімізді қалыптастырып, бүткіл блоктарымызбен жұмыс істеп, сол кезде ғана біз энергиямыз дұрыс алатын болады, біз өзіміздің шекарамызды дұрыс қоя алатын боламыз, біз өз ойымызды айта алатын боламыз. Біз негативпен жұмыс істегенде ғана біз өзіміздің проявляция етуден, немесе бір іс бастаудан қорықпайтын боламыз. Сол кезде ғана біздің жаңағы стрессіміз азаятын болады. Ал сонымен бірге, например, ашу туралы айтатын болсақ, я, күнделікті бәрін кейінге шегере бересіздер. Айтқыңыз келген жерде айтпайсыз, жасағыңыз келген жерде жасамайсыз да, оның іште қалған эмоция ешқайда кетпейді. Және ол кейін балаға ұрыс шығарумен, жаңағы көшеде біреу дұрыс сдача қайтармаған үшін маркетпенен қырылысу, немесе бір өсек айту деген сияқты, бұның барлығы агрессия. Осы агрессияны қай кезде ғана дұрыс қолдана аламыз? Тогда, когда біз өзімізді полностью проработка жасаған кезде. Сондықтан, қыздар, егер сіздер осы айтып отырған, міне 13 минуттай болыпты айтып отырғаныма, осының бәрінен өздеріңізді көрсеңіздер, мен сіздерге тек қана қазір бетін айтып отырмын, я. Бірақ та осының өзінен біраз главный, основнойларды мен сіздерге жеткіздім деген ойдамын. Осыларды өзіңізде өзгертілеріңіз келсе, мысалы, мен ортада сөйлей алмаймын, мен жоқ деген сөзді айта алмаймын, шекарамды қоя алмаймын, күйеуім екеуміздің арамыз суып кетті, мен оның артынан өзім жүгіремін, немесе бірдемке айтса өз ойымды айта алмаймын, или наоборот вечно спасатель болып жүремін, или наоборот мен жертва болып отырамын, кәдімгідей өзіме күтінбей кеттім, өзімді жек көріп кеттім деген состоянияда болатын болсаңыздар да, или наоборот мен күйеуіме суықпын, адамдарға суықпын, жақындай алмаймын, бұның артының барлығында блоктар тұр, қыздар. Егер осы блоктарменен жұмыс істемегенше, біз никак бұларды проработка жасай алмаймыз. Сол сияқты бір іс бастағым келеді, бірақ кейінге шегере берем. Даже кейбіреу айтады, мен жарты жолда тастап кете берем. Неге мен осыны жарты жолда тастап кете берем? Бұның артының өзінде де қай кезде біз жарты жолда тастап кетеміз? Қиын болып бара жатқан кезде, түсінбей бара жатқан кезде, немесе ойымызда маған бұның пайдасы жоқ ары қарай, маған бұл түкте көмектеспейді өмірде деген кезде, біз от тревоги сатып аламыз, бірақ та сол тревогамен жарты жолда тастап кетеміз. Ал соның бәрін біз көріп проработка жасаған кезде, біз бастаған ісімізді соңына дейін жеткізетін боламыз. Біз ортада өзіміздің ойымызды айта алатын боламыз. Адамдарға шекарамызды қоюды үйренетін боламыз. Өзіміздің құнды екенімізді көрсететін боламыз. Қыздар, ханымдар, даже отношенияда өздеріңізді құнды көрсету бұл маңызды. Пока сіздер мүләйімсіп, сүмірейіп, жаңағы жертва болып жүрсеңіздер, немесе вечно арс етіп қырылысып отыратын болсаңыздар, немесе вечно спасатель болып бәрі үшін жауапкершілікті алып жүретін болсаңыздар, онда құндарыңыз кетіп қалады.
Сондықтан құнды болу үшін каждый моментті көрулеріңіз керек. Қай кезде тоқтауыңыз керек, қай кезде сіздің тревогаңыз, қай кезде сіздің жертваңыз ойнап тұр, иә? Қай кезде сіз жаңағы агрессияңызбен ана Карпман үшбұрышында бар ғой, жертва, агрессор, спасатель, қай позицияда жүрсіз қазір? Осының бәрін көруді үйренуіңіз керек. Одан кейін істе біреуіңіз табыс тапқыңыз келеді, жетістікке жеткіңіз келеді, иә? Сіздерге керегі кәдімгідей миыңыздағы неше түрлі ақша блоктарыңызбен жұмыс істеу. Енді қыздар, өздеріңізді көріп тұрсаңыздар, иә, мен сіздерді өзімнің өз-өзіме терапия деген курсыма шақырамын. Өз-өзіме терапия деген курстың ішінде 43 сабақ бар бүгінгі күнде. 43 сабақты аласыздар. Полностью алғашқы 3 сабақта түп санамен жұмыс істейтін сабақ. Одан кейін ары қарай үреймен жұмыс істейтін техника, телодағы үреймен жұмыс істейтін, және мидағы үрейді тауып, негативті ойлар тауып, соны проработка жасайтын техника, агрессиямен жұмыс істейтін сабақ, маған жаман болуға болмайды деген сабақ, жалғыздық туралы, сезімдерді қалай көруіміз керек, қалай оны тоқтата білуіміз керек. Мен вечно біреуге көмектесіп спасатель болып жүрем, содан кейін соның опығын жеймін дейтіндерге, иә? Неге мен спасатель бола берем? Неге елге жоқ деген сөзді айта алмаймын дейтіндер, иә? Біреудің жаңағы ортада сөйлей алмаймын, стримға шығармаймын, видео түсіре алмаймын, өз ойымды айтудан қорқам, вечно ұялшақтап жүрем, қателік жіберуден қорқам, өткен өмірімдегі бір қателіктерді ойлай берем дейтіндер, пожалуйста, осы сабаққа келіңіздер. 43 сабақтың ішінде полностью сіздерге, қыздар, осы күнге дейін қаншама қыздарға көмектескен техникаларды, жаңағы жеке терапиядағы техникалардың бәрін қарапайым тілмен өздеріңіз түсінетіндей қылдырып, сіздерге осы сабақтың ішіне бәрін жазып салып қойдым. 25 сабақ видео форматтағы сабақ, 18 сабақ аудио форматтағы сабақ. Жаңағы 25 сабақты аласыздар. Өздеріңіз прям каждый сабақты қолданасыздарша, техникаларын, каждый ішінде техника бар. Сонымен бірге бұл сабақтар сіздерге постоянныға қалады, иә? И мен сіздерге өзім кері байланыс беріп тұрам. Чатымыз бар. Кері байланыс сіздерге қазіргі уақытта 2 ай жекеде кері байланыс болады. Мысалы, сабақтар түсінбей жатсаңыз, немесе айтасыз, Аселхан, менде осындай, мысалы, бүгін тревога болып жатыр, қай сабақты көрем? Күйеуіммен қатты қырылыс қалдым, немесе жұмысымда осындай жағдай болды, осындай, қай сабақты көрім керек? Мен сіздерге түсіндіріп берем. Чаттың ішінде де біз аудио форматта, мысалы, мен жауап берем, қыздар сұрақтарын қояды, мен оларға жауап берем. Бір-бірлеріңіздің аудиоларыңызды тыңдаған кезде, оның өзі кәдімгідей сіздерге жеке терапия сияқты көмектесетін болады. Енді жеке терапия болмаса да, топтық терапия сияқты өте күшті пайдасы бар. Сонымен бірге сіздерге, қыздар, қазір мен сіздерге мынандай бір мысалы, сіздерге айтып жатқан курсымның ішінде, міне қыздар, пожалуйста, сіздерге айтып жатқан курсымның ішінде сіздерге осы чатқа қосамын. 293 адам отыр, қыздар. Ой, 289 адам, өтірік айтам. Қазіргі күнде, бүгінгі күнде, иә, 289 адам отыр. Осы әйелдер бірге сөйлесеміз. Егер Алматы қаласында болсаңыздар, офлайн кездесулер болып тұрады. Может, алдыда басқа қалаларда да болады. Сондықтан, енді офлайнды я не обещаю, бірақ та онлайн осы чаттың ішінде сабақтар сіздерге постоянныға қалады. Чатта сіздер 1 жыл бойы отырасыздар. Жекеде, мысалы, сұрағыңызды ортаға шығаруға ұялсаңыз, жекеге қоясыз, мен сізге жауап беретін боламын. Сондықтан өзімнің ішкі тірегіммен, самооценкамен жұмыс істегім келеді. Энергиям дұрыстағым келеді, стресстен арылғым келеді, өз ойымды айтудан қорықпай, шекарамды қорғаудан, күйеуімнің алдында, адамдардың алдында құнды болғым келеді, бәрі мені түсіре береді, төмендете береді, как будто бәрі маған абьюзер болып тұрған сияқты дейтіндер, пожалуйста, курсқа келіңіздер. Сонымен бірге 13 сабақ ақша блог сабақ, ақша туралы сабақ. Кімдерде ақшамен проблема бар, қорықпаңыздар. Осы сабақты алыңыздар, өмірлеріңізде қолданыңыздар, өте көп пайдасын көретін боласыздар. Сондықтан сабақты алам десеңіздер, маған жекеге жазыңыз, плюс қойыңыз, мен сізге ары қарай акцияны айтам. Тура қазіргі моментте алатын болсаңыз, қандай скидка жасап берем, және қандай сыйлық берем сіздерге. Күшті, мощный сыйлықтарым бар, қыздар. Сондықтан алып алыңыздар. Мен сіздерге өзім поддержка берем. Қыздар, мысалы, мен сіздерге айтайын, мына жерде енді уақыттарыңызды алмай қояйын, бірақ та сіздерге отзыв керек болатын болса, қазір мен сіздерге сол келген WhatsApp-тарыңызға тағы да бір каналым жіберем. Сол жерге отзывтардың бәрін осы күнге дейін 500-ден астам әйел осы сабақты алды.
бір ішінде 5 еркек бар, алған қалған бәрі 500-ден астам әйел. Бұл просто мына чаттың ішінде неге 300 отыр? Потому что бұрын 20-30 әйелменен жұмыс істейтін. Қазір чатта барлығын жинап, жаңа топтық терапия сияқты өткізем. Бұл тағы да больше сіздерге нәтиже береді. То есть отзыв көргілеріңіз келсе, мен сіздерге қазір тағы бір каналымды жіберетін болам. Сол жерде полностью отзывтар тұр. Осы 2 жыл егер бұл сабақтар пайдалы болмайтын болса, бұншалықты отзывта болмас еді. Сабақтар пайдалы болмайтын болса, хейттар көп болатын болса, мен бұны давным-давно жауып тастар едім. Неге? Өйткені менде адаммын, дұрыс па? Менде ертең көп хейт болатын болса, мен оны көтере алмаймын ғой. Ал мен сіздерге айтамын, бұл алған ханымдардың ішінде 99% көбісіне пайдасы тиді. Кері байланыс, осы күнге дейін может 3 адам болған шығар. 3 адам может быть ұнамаған, потому что олар тез результат хотели, кейбіреуі вообще не хотели учиться деген сияқты сондай болды. Қалған бәрінде кімдер оқиды, күнделікті өзіне 20 минуттан 40 минут арасында мүмкіндік береді, осы сабақтарды оқиды, міндетті түрде самооценкаларыңыз дұрысталады, ішкі тіректеріңіз қалыптасады, бұрынғыдан қалған травмаларыңыздың бәрімен жұмыс істейсіздер, өзіңізге сенімді бола бастайсыздар. Маңызды емес, күйеуіңіз абьюзер ма, или там маңызды емес, ауылда тұрасыз ба, маңызды емес, сіз маған ештеңке көмектеспейді, уже жасым осыншаға келді, мен уже ақша таба алмаймын, или там өзім шекарам қорғаймын, бәріне көмектесетін сабақ. Алланың қалауымен күнделікті оқитын болсаңыздар, міндетті түрде нәтиже аласыздар. Сабақты алам десеңіздер, маған плюс қойыңыздар. Мен сіздерге ары қарай жауап беріп, отзывтарды жіберетін боламын.